Расымен де барлық мақтау Аллах Тағалаға тән, жалғыз оны ғана мақтаймыз, және бір өзінен ғана жәрдем тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, істеп қойған істеріміздің кесірінен оған сыйынамыз. Ол кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ, ал кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Аллах Тағаладан басқа тәңір жоқтығына, серігі жоқ жалғыз екендігіне куәлік береміз. Және де Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік береміз. Сондай-ақ ардақты пайғамбарымызға Аллах Тағаланың салауатын, сәлемін, рахымын, берекелерін тілейміз. Және де оның әулетіне, сахабаларына, және де солардың жолымен, ихсанмен ергендерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, біз сіздермен Рамазан айының тәлім тәрбиесіндеміз. Аллах Тағаланың сәттілігін тілей отырып, бүгін сіздермен Рамазан түнгі намаз айы деген тақырыпта сұхбаттасамыз. Аллах Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Құрметті жамағат, біз Рамазан айының соңғы 3-ші бөлігіне кірдік. Айша анамыз радиаллаху анха айтқандай: «Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам иза дахалал ашру». Аллах Тағаланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам Рамазанның соңғы 10 түні кірген кезде ахиял лейлі, ол түндерді намазбен тірілтетін дейді. Ва айқаза ахлаху, сол үшін, түнгі намаз үшін ол отбасында оятатын дейді. Ва жадда, және де шындап байсалдылықпен кірісетін. Ва шаддал ми'зара, сондай-ақ белін қаттырақ буып алатын дейді. Яғни бұл түндер аяқталғанша, соңғы 10 түні аяқталғанша, пайғамбарымыздың өміріндегі негізгі мақсаты осы 10 түн болғандай ниет жасалған. Осы түндердің құлшылықтары, осы түндердің сауаптары, қадірі пайғамбарымыздың мақсатына айналған. Осы түндерде соншалықты бұл көңілін басқарған, пайғамбарымыз тіпті күллі отбасыларын осы түндерде намазға оятқан екен. Не бұл шешімінің, байламының мықтылығын көрсетуде. Сондай-ақ белін қаттырақ буып алды деген мағына, тағы бір пайдалы мағынасы, Рамазанның осы 10 түнінен басқа жылдың түндерін айтқанда, пайғамбарымыздың ешбір түні түнгі намазсыз өтпеген. Және де ол түнгі намаздарын оқыған кезінде бәлкім түннің 1/3 бөлігі атқарылып, сондай-ақ түннің бәз бір бөлігі әйелінің түнгі хақысына арналып, және де ұйқы үшін белгілі бір бөлігі қалдырылған болатын. Алайда Рамазанның осы 10 түніне келетін болсақ, жаңағы әйелдерінің түнгі хақысы үзіліс алып, оның уақыты әдеттегі түнгі намаздарының уақытына қосылып, түнгі намазы ұзағырақ болатын. Яғни Рамазанның соңғы 10 түнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түннің жартысын, тіпті түннің 3/2 бөлігін намазға арнаған. Айша анамыз бізге баяндағандай: «Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам яштахиду фил ашри лавахир ма ла яштахиду фи гайрихи». Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалам Рамазанның соңғы 10 түнінде басқа түндерде қылатын ыждағатынан да артық ыждағат қылатын. Яғни Рамазанның осы 10 түнінен басқа жылдың кез келген түнінде пайғамбарымыздың түнгі намазы 1/3 бөлігін
қамтыған болса, осы Рамазанның 10 түнінде бұл түннің жартысын немесе түннің 3/2-сін қамтығанын байқаймыз. Міне бұл түндерде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам ыждағатының, түнгі намазының ұзақтығының осындай көлемде болуы, яғни бұл түндердің басқа түндерден қадірінің қаншалықты артық екендігін аңғартуда. Сондықтан осы түндерге біз маңыздылық беру керекпіз, құрметті жамағат. Өзіміз де, отбасымыз да, күлліміз осы түндерді Аллах Тағаланың алдында шамамыз келгенше өзіміз жадымызда сақтаған Құранымыздың көлемі бойынша соны қайталап оқимыз ба? Әйтеуір Аллах Тағаланың алдында осы маңыздылықтан бізде қалмау керекпіз. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам жұбайларының бірі Умму Салама радиаллаху анха, сол Умму Саламаның Зайнап деген қызы айтады. Яғни Рамазанның осы соңғы 10 түні қалған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің отбасында түнгі намазға тұруға жарайтын адамдардың күллісін оятып, біреуін де қалдырмайтын дейді. Рамазандағы өзі жалпы ең маңызды екі амал, біреуі күндізгі оразамыз, яғни парыз оразамыз болса, екіншісі түнгі нәпіл намазымыз. Осы екеуін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біз үшін маңызды қылып былай деген: "Мән сома рамадана иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи." Кімде-кім Рамазанда Аллаға деген иманымен, Аллах Тағаланың құзырындағы сауапқа деген тілегімен, үмітімен ораза ұстаған болса, онда оның ілгері кеткен күнәлары толығымен кешіріледі дейді. Сол секілді мән қома рамадана деп пайғамбарымыз тағы бір уәдесін берген: кімде-кім Рамазанды иманмен және де Алланың құзырындағы сауабына деген ниетпен, соны қатты қалауымен түндерін нәпіл намазбен өткізсе, онда оның ілгері жіберген күнәларының күллісі кешірілді дейді. Осылайша, құрметті жамағат, Рамазанның соңғы 10 түні бұл түндердің намазы, бұл түндердің құлшылығы, бұл түндерде берілетін сауаптар күллісі біздің мақсатымызға айналу керек. Яғни осы 10 түн аяқталып бітпейінше біздің жүрегіміз осы мақсаттан ажырамау керек. Себебі бұл 10 түннің ішінде 1000 айдан хайырлы қадір түні бар. Бұл 10 түннің күллісі бізде үшін бірдей болу керек. Күллісі. Қадір түніне қалай қарасаңыз, күллісіне солай қараймыз. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағы Айша анамыз радиаллаху анха айтқан риуаятында 10 түн кірді, болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам белін қаттырақ буып болатын, бұл түндерді намазбен тірілтетін және де отбасы мүшелерінде біреуін қалдырмай оятатын. Сол сияқты бізде, ерімізде, әйелімізде, балаларымызда, сәбилерді айтпағанда, күлліміз осы түндерде тірі болу керекпіз. Тірі болуымыз үшін бір-бірлерімізді ұйықтап артық ұйқыдан сақтап, бір-бірімізге күзетші болып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай: "Рахималлаху раджулан қома минал лейли", сондай бір ер адамды Аллах Тағала рахымына бөлесін, түнгі намаз үшін тұрып, намазын оқыған, ва айқаза имраатаху фасоллат. Сөйтіп, әйелінде түнде намазға оятып, оны да намаз оқуына себеп болған дейді. Фәйнәбәт, егерде әйелі тұра алмай жатса, онда оның бетіне су сепкен. Сол секілді Аллах Тағала рахымына бөлесін сондай бір әйелді түннен тұрып намазын оқыған, сосын күйеуін барып оятып, күйеуінің де намаз оқуына себепші болған. Егерде күйеуі тұра алмай жатқан болса, онда оның бетіне су сеуіп оятқан дейді. Осылайша, құрметті жамағат, бұл түндерде әрбір мұсылман
өзінің Аллах тағаланы қаншалықты жақсы көретіндігін, Аллах тағаланың разылығын қаншалықты керек қылатынын, қаншалықты тозақтан сыйынып жүргендігін, қаншалықты жәннатты қалайтындығын, сондай-ақ өзінің өміріне қаншалықты өзгеріс қалап, мінез-құлықтарына, жүріс-тұрыстарына, отбасына, сондай-ақ елінің болашағына қандай нәрселерді қалайтындығы, күллісі осы түндерде шешілу мүмкіндігін алады. Көп нәрсе, құрметті жамағат, ел болайық, жеке адам болайық, отбасы болайық, біздің мына жан дүниеміздегі ниет, пиғылымызға байланысты. Өйткені Аллах тағаланың қасында қағида қойылған, адамдар өздерінің ішіндегі нәрсені, Аллаға деген пиғылдарын жақсылыққа қарай өзгертіп бастамайынша, Аллах тағала олардың жағдайларын өзгертпейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, Муслимда жеткен хадисте, «Инна фил лейли ла саатан», яғни әрбір түнде бір сағат бар. Бұл Рамазан айының ішіндегі емес, яғни жыл ішіндегі кез келген түннің ішінде бір сағат бар. «Ла юафиқуха раджулун муслимун», қайсы бір мұсылман өзінің Құран оқып, немесе түнгі намазын оқып, сөйтіп дұға жасайтын сәті сол сағатқа сәйкес кеп қалса, «Яссалуллаха хайран мин әмри дуния вал ахира», сөйтіп сол дұғасында Аллах тағаладан дүниенің ісімен байланысты бір жақсылықты сұраған болса, және ақыреттің ісімен байланысты бір жақсылықты сұраған болса, «Илля аътаху ияху», Аллах тағала оны оған бермей қоймайды дейді, яғни береді. «Вазалика кулла лейла». Кімде-кім осындай қызықты қалайтын болса, бұл әрбір түні болатын бір сағат дейді. Жылдың күллі маусымдарында, жылдың күллі түндерінде. Міне, одан әрі қызықты қылу үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, сол уақытта Аллах тағала былай деп айтады дейді. «Анал малику», мен патшамын. «Анал малику», мен патшамын. «Хал мин дағин ядғуни», бар ма дәл қазір маған жалынып тілеп отқан құл. «Фастажиба лаху», мен оған жауап берейін. «Хал мин саилин ясалуни фауғтияху», бар ма қазір менен біреу бір нәрсені сұрап отқан, мен оған берейін. «Хал мин мустағфирин ястағфируни фаағфира лаху», бар ма дәл қазір менен күнәсі үшін кешірім сұрап отқан құл, мен оның күнәсін кешіріп жіберейін. «Хал мин музнибин ятубу фаатубу алейхи», ұзақ уақыттан бері күнә жасап келіп, енді міне қойдым деп тәубаға келіп отқан құл бар ма екен, мен оның тәубасын қабыл алайын. «Мән зәлләзи ястарзиқуни фаарзуғуху», бар ма менен ризық сұрап отқан біреу, яғни малына байланысты ма, жоқ салиқалы әйел сұрап отыр ма, жоқ біреу салиқалы жар сұрап отыр ма. Ризық өмірдің күллі мағынасын қамтыған, менен ризық сұрап отқан біреу бар ма екен, мен оған берейін дейді сол ризықты. «Мән зәлләзи ястакшифу дурра», бар ма дәл осы уақытта менен, «Я Раббым, мына бойымдағы бір зиян келіп ет, осы зиянды алып тастай көрші, аяқтыра көрші» деп тілеп отқан, «Фаакшифаху анху», мен сол зияннан оны аяқтырайын дейді. «Фәлә ябху муслимун ядғу бидауғатин илля стажаб Аллаху азза ва джалля лаху». Осылайша әрбір мұсылман осы сағатқа сәйкес келіп қалып, Раббысынан бір нәрсені сұрап отқан болса, тілеп отқан болса, мүмкін емес дейді Аллах тағаланың оған жауап бермеуі. Осылайша, құрметті жамағат, сұрап отқан нәрсеміз, егерде иманымыз үшін, ақыретіміз үшін, жолымыздың түзулігі үшін жақсы болса, пайдалы болса, мүмкін емес Аллах тағаланың оның бізге бермеуі осы дүниеде. Қашан біз үшін сұрап отқан нәрсеміз бізге дұрыс көрінгенмен, біздің иманымызға, жолымызға, ертеңгі күніміздің бұзылып кетуіне, басқаша кейіпке қарай кетіп қалуымызға қарай Алланың білімінде зияны тұрса, онда Аллах тағаланы бізге бермейді. Себебі Аллах тағала
бізге адал, бізді жамандыққа қимайды. Сөйтіп, біздің сұрап отқан нәрсеміз бізге жақсы көрінгенмен, Аллах тағаланың білімінде дұрыс емес нәрсе болса, Аллах тағаланың оны бізге бермеуі, оның бізге адалдығы, және альхамдулилля солай істегені, әйтпесе біз адасып кетеміз. Ал енді біз үшін хайырлы нәрсе болатын болса, мүмкін емес екен Аллах тағаланың оның бізге бермеуі. Сондықтан да осы қадір түні 1 жылдық тағдыр жазылады дейді. Біздің пиғылымыз не тілеп отыр қазір? Келесі жылыңыз қандай болуы мүмкін? Келесі жылға сізге қандай өзгерістер керек? Рухани тұрғыдан, дүнияуи жақсы істеріңіз тұрғысынан, мысалы, саудаңызға ма, тағы да басқа. Сіз бір нәрсені ойлайсыз, бірақ Аллах тағала білетін нәрсесі бар. Сол біліміне байланысты жүзеге асады. Сіз өзіңіз қалағандай нәрсені күтпеңіз. Сіз тек сұраңыз. Сосын Аллах тағала сол сұраған нәрселеріңіздің, сіз 100 нәрсені сұрасаңыз, 100 нәрсенің ішінде Аллах тағала сізге 70-ін беріп 30-ын бермесе, онда 30-ында сізге бұл жылда ол хайырлы емес нәрселер. Сондықтан сізге 70-ін ғана берді дегендей. Сіз сұраңыз, 100 сұрайсыз ба, 1000 сұрайсыз ба? Өйткені сіздің сұрауыңызға байланысты көп нәрсе. Бір нәрсені сұрап тоқта қалмаңыз. Бұл түндер осындай нәрселерді жасау үшін Алла тағаланың бізге берген сыйы. Сондықтан бұл түндердің 1 сағатын намазға арнасаңыз, тағы 1 минуттарын тозақтан сыйыну мен жәннатты сұрау үшін ғана арнаңыз. Тағы 1 минуттарын сізді тура жолға салған үшін мақтаумен болыңыз. Тағы 1 минуттарын Аллах тағаладан кешірім сұраумен, тәубаға келумен ғана болыңыз. Тағы 1 минуттарыңызды отбасы мүшелеріңізге арнап, салиқалы отбасы қылуын тілеңіз. Тағы 1 минуттарыңызды күллі туысқандарыңызды тізіп, соларға тура жол тілеумен болыңыз. Тағы 1 минуттарыңызда қандай да бір ауырып қалған туысқандарыңыз болса, бастарында бір тауқымет болып жатқан туысқандар болса, соларға арнаңыз. Яғни сіздің осы түндерде дұғаңызға кірмеген ешкім қалмасын. Осылайша Аллах тағала әркімге шамасы келетін нәрсені жүктейді. Біреулер ұзақ уақыт намаз оқуға дағдыланған болуы мүмкін. Ал енді біреулеріміз енді ғана Рамазан оразасын ұстап бастап, намазды енді үйреніп жүрген адамдардан болуымыз мүмкін. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге былай деп айтады: «Изастайқазар ражулу минал лейли», қайсы бір ер адам түнде ұйқысынан тұрса, сөйтіп айқаза имраатаху, және де өзінің әйелін оятса, фасоллая ракатайни жамиан, сөйтіп екеуі бірге 2 ракағат намаз оқыса. Бір-біріне серік болып, күйеуі имам болып, артына әйелі ұйып, бір 2 ракағат намаз оқыған болса, кутибе миназ-закирин Аллаха касиран ва закират. Онда екеуі Алла тағаланың хұзырында Алла тағаланы көп еске алатын ерлер мен көп еске алатын әйелдердің қатарына жазылады дейді. Екеуі тұрып 2 ракағат намаз оқыған үшін Алланы көп еске алатын ер мен көп еске алатын әйелдердің қатарынан жазылып жатыр. Өйткені Аллах тағаланың кеңшілігі өте зор. Ол рахымы күллі нәрсені қамтыған. Сондықтан әркім шамасы келетін нәрседе аянбау керек. Кімнің шамасы көбірек келетін болса, Аллах тағала көріп тұр оның шамасының көбірек келетіндігіне, сол шамасын жұмсау керек. Өйткені бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай ждағат түндері, ждағаш жасалатын түндерді бұл. Бұл түндерде сіз шама келгенше барынша салу керексіз өзіңізді, жұмсалу керексіз. Құрметті жамағат, бұл түндер кімде-кім тозақтан шынымен қашып жүрген болса, онда осы түнде ол өзін көрсетеді. Кімде-кім шынымен де жәннатты тілеп жүрген болса, ол шынымен де өзін осы түндерде көрсетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай: «Ма раайту мислен нари нама харибуха» дейді. Мен көзіммен көрген нәрселердің ішінде тозақтан үрейлі тозаққа ұқсас нәрсе көрген емеспін дейді. Алайда соны адамдарға жеткізсем де, содан қашам деген адам ұйықтап жатыр дейді. Вәлә мислел жәнна, сондай-ақ өзіме уәде етілген керемет нәрселердің ішінде
жәннатқа ұқсасын көрген емеспін дейді. Алайда оны тілеп жүрген адам нәмә толибуха. Оны тілеп жүрген адам да ұйықтап жатыр дейді. Міне осылайша құрметті жамағат, тозақ пен жәннат деген нәрсе ол шындық, ол біздің білімімізде де шындық. Алайда мен ол нәрсенің шын екендігіне сенген мен де жәннатты қалайтыным шын ба? Яғни бұл арман емес пе екен? Жоқ әлде бұл мақсат па? Егер де бұл мақсат болса, онда мен де, әйелім де, балаларым да, ата әжеміз де бұл түндерде бар боламыз Аллах Тағаланың алдында. Тірі боламыз, тірі екендігімізді көрсетеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, жер бетіндегі адамдарға аспандағы жұлдыздар қалай жарқырап көрінген болса, аспандағы періштелерге де ішінде Құран оқылып жатқан үйлер солай жарқырап көрінеді дейді. Сондықтан да бұл түндерде біздің үйлеріміз қабірлерге ұқсап кетпеу керек. Біздің бөлмелеріміз, біздің Құранымызбен, жүрегімізбен жарықта болу керек. Аллах Тағала сіздің үйіңізде қанша бөлме берсе, әлі бөлмеде отбасыңыздың бір мүшесі тірілтіп тұру керек. Әйтпесе не керек ол бөлмелер? Міне Аллах Тағалаға осылай шүкір ету керекпіз. Міне құрметті жамағат, осы Рамазанның соңғы түндерінде үйімізге, әрбір бөлмемізге түнгі уақыттарда Құранмен, не намазбен, не дұға жасап отқан күйімізбен, не кешірім сұрап отқан күйімізбен, тағы да басқа Аллах Тағаламыз үйреткен құлшылық түрлерімен үйімізге де, түндерімізге де дизайн берейік. Біреулер өздерінің үйлеріне, бөлмелеріне дүниенің әшекейлерімен дизайн беріп жатқан болса, біз осындай Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйретіп кеткен істермен дизайн берейік. Өйткені біздің бұл дүниедегі түпкі мақсатымыз Раббымызға ұнау. Және де қандай да бір нәрсені бізге үйреткен болса, біз сол нәрсені әдемі істеуіміз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тарапынан өсиет етілген. Қайсы бір нәрсені Аллах Тағаладан сұрайтын болсақ, 3 рет сұрайық. Қайсы бір нәрседен Аллаға сыйынатын болсақ, 3 рет сыйынайық. Сондай-ақ осы күнге дейін қандай зікір түрлерін жаттаған болсақ, білген болсақ, солардың біреуін де қалдырмай айтумен болайық. Сондай-ақ олардың санын көбейтейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі білдіргендей, 10 рет айтылатын, 10 рет, 3 рет айтылатын, 3 рет, 100 рет айтылатын, 100 рет. Сол нәрселердің барлығын осы түндерде біз Аллаға тірі екенімізді көрсетейік. Осы түндерде біздің уайымымыз бар, біздің мақсатымыз бар екендігін, осылайша Аллах Тағаланың назарына ілігуіміз, Аллах Тағалаға осылай көрінуіміз, құрметті жамағат. Міне бұның барлығы ертеңгі дүниеде де, ақыретте де болашағымыздың жақсы болатындығының талабы, уайымы, дұғасы. Аллах Тағала осы түндерде салиқалы тақуа құлдарына қандай жақсылықтар қалаған болса, біз сияқты құлдарында сол нәрселерден махрұм қалдырмай, солардың қатарына қосып қойып, жақсылығымызды асырып, жамандығымызды жасырып, өзінің кеңшілігімен, рахмымен өткен күнәларымыздың күллісін кешіріп, осы түндерде өзі сүйетін амалдармен бізді байланыстырып, тек қана болашақта бізге жақсылық әкелетін амалдарды нәсіп етуін тілейміз.